Сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English plus 5 Students Book Unit 6 A Day at School атты сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен жауаптармен таныс боламыз. Page 70, 70-ші бет. Сабақта бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін өз каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сонымен, let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз, және бүгінгі сабағымыз мектептегі бір күн деп аталады. Exercise 1. Build your vocabulary. Look at the school subjects on page 44 of the workbook, and then look at 1 to 5. Do you study these at school? What are the subjects do you study? Яғни мына тапсырмада біздерге пән атаулары берілген. Осы пән атауларын сіздер мектепте оқисыздар ма? Және де бізде workbookта мына 44-ші беттегі мына пән атауларына қара дейді. Осы пән атаулар сіздерге таныс па? Яғни бұл жерде English, Ағылшын, Science, бізде жаратылыстану дейміз ғой, сол пән сияқты. Geography, география, Music, музыка, History, тарих, Maths, математика, French, француз тілі, Art, сурет, немесе бейнелеу өнер. Осы пәндер бар, және де Next, Maths, математика, Food Technology, тағам технологиясы, Physical Education, дене шынықтыру, Information and Communication Technology, ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, яғни бұл бізде информатика пәні болып табылады. French және француз тілі. Осы сабақтарды сіздер мектепте оқисыздар ма, оқымайсыздар ма? Осы сұрақтарға жауап беру керек. Мен қалай жауап беруге болады? We study maths, English, science, music, history, art, musical education at school. Біз мектепте математика, ағылшын тілі, жаратылыстану, музыка, тарих, сурет, дене шынықтыру сабақтарын оқимыз. We don't study geography, food technology and French at school. Біз мектепте география, яғни сіздерге география пәні әлі басталған жоқ. География, тағам технологиясы және де француз тілдерін оқымаймыз деп жауап бердіңіз. Next, exercise 2. Read and listen to the text. Which subjects are difficult for Paul? Сіздерге төменде back to school деген не берген? Қайтадан мектепке деген мәтін берілген. Осы мәтінді оқып аударып, Пол атты кейіпкерге қай пәндер қиын соғады? Сол сұраққа жауап беруіміз керек. Let's read and translate the text. Journalist Paul Jones visits his old school after 25 years. Журналист Пол 23 жылдан кейін өзінің мектебіне барды. He goes with his son Matt, a student at a school. Ол өзінің баласы Мэттпен бірге барды, сол мектептің оқушысы. Are things different now? This is Paul's diary. Яғни қазіргі кезде не өзгерген Полдың күнделігінен? Maths, яғни математика. The day starts at 9 o'clock with maths. Күніміз математика сабағымен сағат 9-да басталды. The teacher is Mrs. Murphy, мұғалім Mrs. Murphy, and she is very strict. Және де ол өте қатал. Maths is easy now. Matt always uses a calculator in class. Қазіргі кезде математика оңай, себебі Matt сыныпта калькулятор қолданды дейді үнемі. Next break, одан кейін үзіліс. Next, food technology, тағам технологиясы деген сабақ. This is a new subject for me. Бұл мен үшін жаңа пән. We study food, but we don't cook it. It's very strange. Біз тағамды зерттедік дейді. Біз оны пісірген жоқпыз. Бұл өте бір түрлі. PE деген Physical Education, дене шынықтыру сабағы ғой. Біз мысалы ДШ деп қысқартамыз, сол сияқты PE деп қысқартуға болады. Oh no, жоқ. I'm 42 years old. Мен 42-демін. I sometimes watch gymnastics on TV. It's okay, but it isn't my favorite activity. Мен кейде теледидардан гимнастика қараймын. Ол жақсы, жарайды, бірақ бұл менің сүйікті іс-әрекетім емес. Lunch, түскі ас. The food in the school canteen isn't bad. Мектеп асханасындағы тағам жаман емес. Matt isn't happy because there aren't any chips today.
Мэттің көңіл күйі жоқ, себебі бүгін ол жерде ешқандай чипсы жоқ екен. ICT, яғни не ғой, Information Communication Technology, информатика сабағы сияқты. School subjects are different these days. They don't study Latin now. This is difficult. I often use a computer at home, but in class I'm very slow and I don't finish my project. Қазір кезде мектеп пәндері басқаша, олар латын үйренбейді екен, бұл қиын. Мен үйде компьютер жиі қолданамын, бірақ сыныпта мен баяу болдым дейді, және де өзімнің проект жұмысымды аяқтамадым. French, француз тілі. Terrible, қорқынышты. The teacher doesn't speak in English and I don't understand. Мұғалім ағылшын тілінде сөйлемейді, және де мен түсінбедім. And there is an exam. Matt copies from his friend, I copy from Matt, and the teacher isn't very happy. School finishes at 3:30. Few did. Және де экзамен болды, Мэтт досынан көшірді, мен Мэттен көшірдім, ал мұғалім жаңағы бұған қуанышты болмады. Мектеп сағат 3:30-да аяқталды. Conclusion, қорытынды. An interesting day, қызықты күн болды. School is different these days, but not very different. Мектеп басқаша, бірақ қатты өзгеше емес. I don't usually study, but it's fun. Мен әрқашан жаңағы оқыған емеспін, үнемі оқымаймын, бірақ бұл қызықты күн болды, иә. Енді осы не бойынша, мәтін бойынша Полға, жаңағы Мэттің әкесіне қай пән қиындық тудырды, сол сұраққа жауап беруіміз керек. ICT and French are difficult for Paul, yes. Информатика және де француз тілдері Пол үшін қиын болды. Next, exercise 3, read the text again and write true or false for each sentence. Төмендегі берген сөйлемдер мәтін бойынша true немесе false екенін табуымыз керек. True дегеніміз дұрыс, false дегеніміз жалған. The first sentence. Paul is a teacher. Paul мұғалім дейді. No, it's false. Paul is Matt's father. Yes. Paul Matt'ың әкесі. The second. Mrs. Murphy teaches English. Mrs. Murphy ағылшын тілінен сабақ береді. It's false. Mrs. Murphy teaches maths. Ол математикадан сабақ береді. The third. Matt doesn't study Latin. Matt латын тілін оқымайды. It's true. The fourth, PE isn't Paul's favorite subject. PE Paul'дың сүйікті пәні емес. It's true. The fifth, the French teacher speaks English in class. Яғни француз тілінің мұғалімі сыныпта ағылшынша сөйлейді. It's false. The French teacher doesn't speak English in class. Yes. Next, exercise 4, ask and answer the questions. Сұрақтарға жауап бер дейді, және де бұл сұрақтарды досыңызға қойып жауап алсаңыз болады. The first, what's your favorite subject? Сенің сүйікті пәнің. My favorite subject is деп, бос орынға өзіңіздің сүйікті пәніңізді жазасыз. The second, which subject are easy and difficult? Қай пән сіз үшін қиын және де оңай? Maths is difficult, English is easy дедім. Бұл әркім өзіне байланысты, мына жерде пән атауларын өзгертсеңіздер болады. The third, how many classes are there in your school day? Яғни мектепте күніне қанша сабақ болады? There are 6 classes in my school day деп жаздым. Яғни сіздер өзгертулеріңізге болады. The fourth, are your teacher strict? Сіздің мұғалімдеріңіз қатал ма? Мен бұл жерде бір мұғалім деп көріп қалдым. Яғни бұл жерде мұғалімдер сұрап тұр. Егер олар шынымен қатал болса, yes they are, жоқ болса, no they aren't деген сияқты жауап берсеңіз болады. Осымен біз 70-ші беттегі жаттығулар жасау жолымен жауаптармен таныс болдық. Басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп болмау үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.